2003 жыл, дәл уақыты есімде жоқ, Сауд Арабиясының Медине қаласында тұрып жатыр едім. Түсте бір жерге бару керек болды. Күн ыстық, көшеде адам жоқ. Бір қып-қызыл Жигули машинам бар еді, сонымен оңға қарай шығайын деп бүйтіп айнадан қарап едім. Бір пикап келе жатыр екен, өткізіп жібердім да. Ақырындап шыға қалғаным сол еді. Тарс етті де қиық деп кеп алдыма бір су жаңа Toyota Camry машинасы кеп тоқтады. Өзім не оған түсінбей қалдым, өзім жоғалтып қойдым. Бір секунд па отырып қалдым да, 2 секунд па. Сосын бір дұға бар еді. Басың аяқ астынан қайғы, қиыншылық түскен кезде соны оқыдым да, машинадан түстім. Түсіп едім, үлкен проблема басталды. Бір арабтың баласы екен, үстінде аппақ көйлегі бар, сәуіп. Жап-жас. Айғайлап жатыр. 1-2 минут болған жоқ, полиция келе қалды. Адамдар қаптап кетті. Соның бүткіл құжаттарымды алып қойды полиция. Сосын айтты, мына жақта центр бар, полицейский участок бар. Орталық, сол жаққа барамыз деді, сол жаққа айдаңдар деді. Содан бүткіл құжаттарым соның қолында. Кішкентай балам бар еді қасымда. Апарып 5-ші этажға кіргізе салайын деп едім. Сен қазір қашып кетесің дейді. Айттым, қайқа қашам мен? Бүткіл құжаттарым сенің қолыңда. Машина сенің алдыңда тұр деп ашуланып, баланың алдында жүгіріп кеттім, апардым да үйге кіргізіп жатыр едім, үйдегілер. Ей, не болды деді. Ештеңе болған жоқ дедім. Қайттан жүгіріп түстім. Арттарынан ілесіп отырып, полицейский участокке бардық. Қағаздарымызды бір үлкен дәу қара жігіт қабылдап алды. Содан айтты, сен машинаң қалады деді маған. Мына машинасын барып оценивать етіп келіңдер деді. Соны ол қаланың бір бұрышында өңкей $100 көп жер бар еді, сол жаққа қарай кетіп бара жатырмыз. Жолда ана жігіт кім көрінгенге звондап келе жатыр. Какой-то студент, машинамды соғып кетті, уақытым бәрі кететін болды, иностранец деп бірдемелеп айтып келе жатыр. Үндемедім, бардық. Филиппиндерге көрсетіп еді, айтты $500 жасаймыз деді. Бангладештерге көрсетіп еді, айтты олар $400 жасаймыз деді. Sonra түріктерге көрсетіп еді, 1200 деді, сонымен 1000-ға келісеміз деді. $1000-ға. Содан қайтып келе жатырмыз. Қайтып келе жатқан кезде анау әлі сол кім көрінгенге звондап сол айтып келе жатыр. Студент, иностранец соғып кетті. Бір кезде чадам таусылып кетті бір кезде айтты. Сен атың кім деді. Абдулла дейді. Абдулла, сен мұсылмансың ба деді. Альхамдулилля, мұсылман дейді. Сен мұсылман болсаң, тағдырға сенесің ба? Мен өзіме жамандық істейтін, жамандық ойлайтын адамға ұқсаймын ба? Деді. Ұрысып жібердім бір кезде. Мен қалаған жоқпын, сен қалаған жоқсың. Осылай болыпты, басымызға осындай жағдай болды. Немене енді? Деп ұрысып жібердім. Бір кезде үндемей қалды. В общем, келдік полицейский участокқа. Анау айтты, $1200 деп тұр, $1000-ға жасататын болдым деді. Сөйтіп жаңа дәу қара полицейский маған бүйтеді. Хәт дейді ол жаңа. $1000 бер дейді маған. Сосын мен күлдім. Айттым, мен дедім, студентпін дедім. Бала шағам бар дедім. Квартирада тұрам дедім. Иностранецпін дедім. Әке-шешем жоқ қасымда сендер сияқты дедім. Қаяқтан алып беремін саған? Стипендиямыз $200, $250. Қаяқтан алып беремін саған? Деді. Саған 1 сағат уақыт, ничего не знаю, бар да, тауып кел деді. Басым қатты. Машина қалды, көшеге шықтым, күн ыстық, келе жатырмын, басым істемей жатыр. Қайда барарын білмеймін бір кезде. Есіме түсті, Азамат деген досымыз бар еді, бауырымыз. Бізден үлкен, бізден көп жыл оқыған, оқып бітіріп кетейін деп жатыр. Ақшасы бар, білем, бірақ өзіне керек қой енді. Сонда да бардым, басқа білмеймін, басым қақпай тұр, қайда барарын білмеймін. Бардым. Азаматқа жағдай бәрін айтып едім. Кір болды, жүр, чай ішіп алайық, чай. Қайдағы чай, мен қайтып чай ішемін. Чай ішіп алайық, бірдің мәнісі олар деді. Сосын біршін чай іштік. Мен шырылдап жатырмын. 1 сағат берді, маған уақыт өтіп бара жатыр. Бір кезде ол бала шағасы салып алды машинеге. Білмеймін, ақшаны алды ма, алмады ма, білмеймін. Кеттік. Жаңа полицейский участокқа келдік. Келсек, ана Camry жоқ, кетіп қалды. Менің машинем тұр. Сосын жаңа полицияға барып едік.
алдыма бір қағаз лақтырып жіберді да, вагге варух деді, грубо айтып жатыр да. Мен қақпай түсінбей тұрмын. Енді ана азамат бұрыннан оқыған жігіт қой, сол жерде бәрін тез қағазды оқи бастады. Оқыды да бір кезде. Ержан, мына жерге қол қоя сал, кеттік дейді. Ана араб айтады, вагге варух дейді. Мен түсінбеймін. Қайталап айтып отыр. Ержан, мына жерге қол қоя сал, болды, кетеміз дейді. Мен аң-таң, жан, $1000 бермейміз ба? Азамат түсіндіріп айтып отыр да. Ержан, ана сен машине қаққан машине, кешірдім, против ештеңке ешқандай іздемеймін да, арызданбаймын, болды, кешірдім депті да, қол қойыпты да, кетіп қапты. Енді сен мына жерге қол қойсаң, бол, документімізді аламыз, кетеміз дейді. Ана жерге қол қоя салдым, документімді алдым да, полный шықтым. Содан үйге келдім да айтып жатырмын. Осылай үйден шыққанда бір машина тарс соғылды, ой, қиын болды. Содан полицияға бардық, туда-суда $1000 қарыз болды. Мәссаған $1000 қарыз, оны қайдан табам? Қиын вообще. Ол кезде 2003 жыл ақша деген жоқ, ол $1000 деген мүмкін бір жыл, бір адамның бір жылдық табысы. Ол кезде айттым, осылай болды, анау кешіріп кетіп қапты. Проблема бітті. Сонда айтайын дегенім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынандай дұғасы бар да, адамның басына қиыншылық түскенде оқитын дұғасы. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Аллахумма журни мусибати вахлифли хайран минха. Расында біз Аллаға ғана тәнбіз, оған қайтарыламыз. Уа Алла, бақытсыздығым үшін сауабын бер, және одан қайырлысын нәсіп ет деген осы дұға. Мен жаңа тарс етеген сол дұғаны оқығанымды есімде, точно білем, оқыдым, түстім, проблема басталды, таудай проблема болды да, Алла тағала бір-екі сағаттың ішінде қайтып шеше салды. Сол адамға мен рахметімді айтып үлгерген жоқпын, білмеймін, танымаймын. Мүмкін жаңағы мен ақшаны іздеп кеткен кезде бір әкесі ма, атасы ма біреу айтқан шығар, балам, ол студент болса, ол қаңғып жүрген адам болса, бала шағасы болса, квартирада тұрса, әке-шешесі қасында жоқ, не аласың сен? Кешіре сал, Аллах тағала сені кешіреді деп айтты ма екен? Осындай басымнан осындай оқиға өтті, соны бөліскім келді сіздермен.